Бұл менің алғашқы подкастым. Білмеймін, ішкі сезімім қате ма, ол дұрыс па. Мен жеңдім негізі, мен ешқай жерден ұтылған жоқпын. Халық та байқайды екен негізі көзіңдегі. Иә. Өмірде біз қаламаған нәрселер шын мәнісінде бізге керісінше жақсы болып келеді екен. Бүгін жылағым келіп тұрған жоқ. Енді жақсы сөз жүрген жерде жаман сөз де қатар жүреді ғой, ілесіп бірге. Жүрегің жарылып кетейін деген жер. Дедім, себебі сезетінмін, мен қасында тұр ол. Білмеймін, қарап тұр ол маған. Оның күшін, оның маған деген көмегін мен сезетінмін. Қазіргі менің өмірімдегі ең бірінші қойылатын сұрақ: тұрар екеулеріңіздің араларыңызда не бар? Леп подкасты тағы да назарларыңызда. Әдеттегідей мен Арнат Дүйсен және менің жанымда Дайна Тоқбергенова. Бүгін бізде студияда қонақта тағы бір ерекше спикер, көптен күткен спикер келді әйтеуір. The Voice Қазақстан жобасының финалисі Дана Максимова. Қош келдіңіз. Көп рахмет, шақыртуларыңызға көп рахмет. Көңіл күй қалай? Кішкене ауырыңқырап қалған сияқтысыз. Иә, біріншіден шақырғандарыңызға көп рахмет. Асыға сіздерді мен көргім келді. Менің де бір алғашқы подкаст дейді ғой, енді сіздерге алғашқы бір өзімнің сырласуым болады бүгін. Ашық, емін-еркін түрде. Сіздерге көп рахмет. Иә, ауырып қалдым, өкінішке орай. Жобадан кейін енді біз үшін шынымен де стресс болды ғой бұл жоба. Адреналин болды, күлдік, жыладық. Сосын негізі жоба болып жатқан кезде мен жайлап ауырып бастайын деп жаттым да. Сосын өзім Аллах тағала қазір ауыратын уақыт емес, жоба қалай бітеді, содан кейін ауыра берсем бола ма деп өзім сұрап алдым негізі бұл ауруды. Кішкене күдірет. Жобадан кейін ауырмай-ақ қойыншы деген тілек болмады ма? Мен міндетті түрде ауырым керек дедім жобадан кейін. Жақсы, жобадан кейін бір деп енді еш жиып атқан сияқтысыздар ғой. Қалай? Мен негізі андай адаммын да, өмірде бір әр сәтті өзіме қатты жақын қабылдаймын. Жоба біткеннен кейін әрине менде бір депрессия дейді ғой. Сондай бір шағын депрессия болды, шынымды айтсам. Әрі қарай не істеймін? Процессті сағынған кездер болды. Мысалы, халық енді біздің сахнаға бір шығып, 2-3 минут ән айтқанымызды ғана көрді ғой енді, ал біз ол жақта жүргеніміз, процесс қызық болды. Тойдың болғанынан болады қызық деген секілді. Жүгіріп жүргеніміз, ішінде тіпті төменге түсіп тамақ ішіп келетініміз, соның бәрі қызық еді бірге жүргеніміздің өзі. Сол кездерді мен шынымды айтсам көбірек сағынамын. Достар табасыз деген сияқты бір волнада жүресіздер ғой барлықтарыңыз, жастар. Бұл жобада енді өнер жолында жүргендіктен сырттай бір-бірімізді танимыз қатысушылармен, бірақ өйтіп жақын араласпайтынбыз. Бұл жоба маған көп нәрсе берді, дос берді, өзіме деген бір сенімділік берді, алға қойған бір мақсаттардың орындалуы керек деген нәрсені ұғындым мен осы жобада. Және бұл жоба мен үшін бір ем болды. Мен бұл сөзді өте көп жиі айтам. Тіпті жобаның кезінде де редакторларға да айтам. Себебі мен бұл жобаға бір енді өмірдегі бір мен үшін ауыр кезеңнен кейін келдім. Сол кезде бұл жоба мені құтқарды, және қатысушылармен өйстіп талқылаған кезде бұл жоба шынымен де көбі үшін ем болды екен. Көбін сондай бір ауыр кезеңнен шығарып алыпты. Сондай бұйрық шақты ғой. Адамдар бекер бір-бірімен кездеспейді, бекер бір-бірімен тіл табыспайды, бекер сондай өмірде ғана емес, өнерде де достар табу деген, бірігу деген сияқты нәрсе ғой. Иә. Жаңағы ауру да сондай ғой, мысалы, ол стресс қанша уақыт жүгіреді, қанша уақыт дайындалады, барлығы организмға, миға кішкене салмақ салады ғой, жай бір темппен жүргеннен гөрі. Сондықтан да организм кішкене босаңсығаннан кейін бір ауырып алайыншы деген сияқты ғой. Солай болады. Ол да дұрыс шығар мүмкін. Әрине. Жалпы бұл жобаға барам деген шешім қалай қабылданды? Басынан бастайық. Иә. Сіз осы жобаға басталғанда қатысам міндетті түрде дедіңіз бе, әлде кейінірек қабылданған шешім болды ма? Қалайдан естідіңіз деген сияқты? The Voice Қазақстан жобасы болады деген жаңалықты мен өз басым күткен жоқпын.
бұрындары Қазақстан дауысы деген атпен шығып жүрді ғой бұл бағдарлама. Иә. Жаңағы енді әлеуметтік желіде тиктокта қарап жатқан кезде шықты кастинг, хабар арнасы, қарап жатырмын да, анау составты көрген кезде Тәлімгерлер. тәлімгерлерді, осы жылғы тәлімгерлерді мен көрген кезде болады ғой бір мәссаған, мынау не деген бұл состав дедім ғой тәлімгерлерден. Мүмкіндік. Иә, ішінде Мейрамбек аға отыр, Байғали ағай отыр, Бағым мен Баян ханым отырған көрген кезде мен ойладым, мен негізі бұл жобаға қатысуым керек деп жүрдім де, кейін енді ол кезде мен Атырауда болдым. Өзім туған қалам Атырауда болдым. Сөйтіп бір енді үйдің шаруасымен, қарбаласпен жүрген кезде бұл жобаны мен ұмытып кеттім. Шыны керек. Ұмытып кеттім. Білмеймін, аса қатты мән бермей қалдым ба. Сөйтіп кастингтің жабылуына бір күн қалған кезде маған досым звондайды, группаласым звондайды. Дана, давай сен тағы да қатысып көресің. Мүмкін сенің бұл бір үлкен саған бір жол болатын шығар бұл бағдарлама, бұл жоба деді. Мүмкіндік болатын шығар деді. Мен я дедім де мен қайтадан ұмытып кетемін оны. Сөйтіп бұл жоба тағы да бір күнге ашады екен. Кастинг жабылады сонымен. Кастинг жабылғаннан кейін тағы да 1-2 күнге созады екен. Сол кезде маған досым қайттан звондайды. Сен қатыстың ба, сен жібердің ба деп. Мен жоқ деймін. Болды, жібер дейді маған. Жібер, ескі видеоң болсын, жібере сал. Сөйтіп академияда түсірген бір баяғыдағы бір видеолар болады ғой. Бірінші курста түсірген, ол жақта түріңде басқаша, даусыңда басқаша ғой. Соны тұрамын да, осыны жібере Болса болды. Иә, болса болды, болмаса болмады деп жібере салам. Бірақ шын айтамын, мүлде күткен жоқпын, маған хабар келеді, мен өтем деп. Білмеймін, іштей шын айтайыншы бір сенімсіздік болды деп ойлаймын. Маған ешкім қарамайтын сияқты деп. Сөйтіп бір күні Атырауда жүрсем, бір кісі звондайды да, хабарласады. Сәлеметсіз бе, бұл The Voice Қазақстан жобасы деген кезде жүрегің жарылып кетейін деген жер. Дедім, себебі мен уже біліп тұрмын ғой кісілердің жайдан жай звондайды, хабарласпайтындарын. Сосын өзім ешем дейді, маникюр сатып отырған ғой салонда. Я, сәлеметсіздер ме деп. Сіз өттіңіз, біз сізді құттықтаймыз. Біз енді осындай уақыт аралығында Алматы қаласында сізді күтеміз деді. Мен, әрине, бірақ білесіздер ма, сол кезде де мен қатты мән бермеппін. Болады ғой, мен өтті, мен деп ондай болған жоқ менде. Да? Көзбен көрмегеннен кейін шығар мүмкін әлі де. Мүмкін, әлі өзімді бір сол жақта сезін алмай жүрмін. Бұл жобаны мен әлі андай бір сезін алған жоқпын. Әрине қуанышты болдым, өткеніме рахмет дедім де, бірақ андай бір шу шығарып, мама, папа, мен өттім деген сияқты бір ондай нәрсе болған жоқ. Сөйтіп, осындай бір уақыт аралығында Алматыда боласыңдар деді, бардық, келдік, дайындық басталды бізде. Бұл жобада менің айтқан әнім Жанар Дугалованың Сүйем, жек көрем. Әні, бұл әнді негізі мен айтқым келмеген. Менің бұл жобаға негізі басында жынданып, көңілім түсіп, сөйтіп быт-шыт болып жүрген ғой. Неге бұл ән? Неге басқа ән емес? Оны сіз өзіңіз таңдамайсыз ба, сонда қай әнді айтатыныз да? Бірігіп таңдайсыздар. Бұл көрмей таңдау ғой. Көрмей таңдау. Негізінде көп әндерді таңдау кезіндегі нүктені қоятын біздің музыкалық продюсер. Ол кім болды сіздерде? Бізде музыкалық продюсер Нұргүл Нұғманова болды. Ол кісі жоқ, Дана, ештеңе білмеймін, сен осы әнді айтасың. Негіз қандай әнді айтып барған едіңіз? Қайсын айтамын деп? Енді мен дейтін кәсіби тұрғыда әнші болғандықтан, мен Жүргеновте білім алғандықтан, әрине мен бір мықты, бір дауыс көрсететін, Уитни Хьюстон, ағылшынша, мүмкін сондай әндер айтқым келді негізінде. Мен ойладым, Нора ханым, мына әнмен мен кімді қарата алам дедім. Кім қарайды маған мына әнмен? Мен үшін білмеймін, бұл ән өте андай бір жеңіл ән болып көрінді. Енді тиктоктан естіп жүрміз ғой, бірақ өзім бір орындап көрмеппін бұл әнді. Кейін орындап қарасам, шынымен де негізі қиын ән екен. Негізі Жанар ханымның көп әндері оңай болып естілгенмен орындалуы қиын. Қиын, өте қиын.
сөйтіп мен айттым ғой, бұл жобаға қатты мән бермегенім соншалықты. Ой, жақсы, қалай айтам, солай болады дедім. Ол кезде де әлі серьез қабылдамадыңыз ба? Ол кезде де әлі мен түсіне алмай жүрмін ғой. Андай болады ғой, бір немқұрайлы қарайсың ғой бір затқа. Бір тіпті уайымдап. Оның үстіне бұл ең бірінші үлкен жоба. Иә. Қатысып отыр ғой. Уайымдап, жаңағы қыздар салонға жазылып, шаштарын жасап, сөйтіп келді ғой енді. Көрмей таңдауда. Киімдерін киіп, мен дейтін асықпай келіп, өзімен өзім отырып, уайым жоқ, мен қашан шығам, сондай болды менде. Әлі де мен немқұрайлы қарадым. Білмеймін, бір үлкен жоба екен, мен әлі менің мына санама жетпей тұр да бұл. Ол кезде себебі айтып тұр ғой, менің өмірімде бір сондай кезең болғандықтан менің бүткіл көңілімнің бәрі сол жақта болды. Оны айта аламыз ба? Қандай мәселе болған? Иә, бұл жобаның алдында бәрі бүйтіп. Енді өмір ғой. Қабаттасып кетті. Бұл жобаның алдында мен енді тіпті халық та байқайды екен негізі көзімдегі. Иә. Себебі маған бір 2-3 көрермен жазып жіберді жекеме. Дана, сәлеметсіз бе, қалайсыз, өте қатты қуаныштымыз сіз үшін, бірақ көзіңізде бір мұң бар ғой дейді. Байқап қояды. Соны оқыған кезде мен тек қалдым, қалай байқап қойды бұл кісілер деп. И бәрі жас бастайды да, я бір нәрсе болған ғой сізге деп. Менің өмірімде өте жақын адам болды мен үшін. Ол менің әжем. Сол кісіден айырылып қалдым. Ол мен үшін бір ауыр соққы. Мен сезетінмін, мен қасында тұр ол. Қарап тұр ол маған. Оның күшін, оның маған деген көмегін мен сезетінмін. Сол себепті сияқты мен бұл жобаға қатты көңіл бөлмегенім. Басында. Кейін, содан кейін қызықты айтайын енді. Сөйтіп, мен шығатым сәтім келді. 5 минуттан кейін мен шығамын, жаңағы құлаққап дейді ғой, наушникке бәрін тағып жатыр. Сонда да әлі сенбей тұрмын. Сосын еще сахнаға мәз, көрсеңіздер, көрмей таңдауда мәз шығып жатырмын ғой, бүйтіп. Андай қорқыныш деген нәрсе болған жоқ негізінде. Сахнаға шығып, уже тұрмын ғой. И сахнаға тұрған кезде свет ту деген кезде. Звукпен бірге. Иә. Мен қайда түстім. Сол кезде басыма деп түседі ғой. Мен қайда, мына жер халық отыр. Андай бәрі тез болып кетті. Сен обычно осындай үлкен нәрселерге өзің дайындайсың ғой кәдімгідей. Мен түсінбей кеттім, не болып жатыр. Әнім басталайын деп жатыр. Сол кезде ғана мен уже түсініп жатырмын да, мен бір керемет жерде жүргенімді дәл қазіргі сәтте. Және маған бұл жоба сенімділікті, қалай айтсам болады, мен бұл жоба арқылы өзіме сенімді бола бастадым. Осындай бір сенімділік деген қасиетті берді. Қарым қабілетіңізді білгеннен кейін шығар. Мне кажется, сіз басында солай батыстың батыл қызы деп көрдіңіз ғой. Біз наоборот сізді көрермен ретінде ойладық, шынымен өз-өзіне сенімді қыз екен деп. Иә, білмеймін, сол кезде батыстың батыл қызы не үшін айтқанын білмеймін. Аузыңызға түсіп тұр ғой. Иә, кейін эфирді қарағаннан кейін не үшін өйтіп айттым деймін да. Иә, енді көп айтып жатыр комментарийда, қандай сенімді қыз бұл өзіне деп. Иә, сенімділік болды, бірақ мен 4 тәлімгердің бәрін қаратам деген сенімділік болған жоқ менде. Әнімді енді бастап, және де, еще комментарийда айтады ғой, бұл әнді деген жылап айту керек қой деп енді. Сүйем жек көрем, иә. Мен негізінде шынымен керек, енді мен осындай бір кезеңнен келіп тұрмын ғой, мен айттым, мен бұл әнді қазір жылап айтам. Мен состоянием сондай болады деп шығамын. Бастап жатқан кезде көзімді ашып қалсам, Мейрамбек ағаның бұрылып жатқанын көрем да. Мен қуанғанымнан, білесіздер ме, мен я не могла собраться. Андай түрімді жинай алмай қалдым да. Мен бақыттымын, ішімнен ойлап жатырмын. Дана, сен жобадасың. Әлі қалған тәлімгерлер бұрылған жоқ, бірақ мен біліп тұрмын, мен жобада екенімді. Және мен бастапқыда негізінде енді кім бұрылса, енді соған барам деген ой болды да, бірақ мен іштей Мейрамбек ағаның бұрылған қатты қаладым. Өзім сол
Мейрамбек ағаны тыңдап өскендіктен өзіме жақында ол кісі. Мгм. Сол кісі бұрылса болды деп мен жетеді деген сияқты болды да менде. Бір қарасам мына жақтан Тұрар бұрылып жатыр. Бір қарасам Бағым мен Баян ханым бұрылды. Және мен үшін ең күтпеген нәрсе Байғали ағайдың бұрылғаны, шыны керек. Себебі енді мен бұл әнмен кімді қаратам деп шықтым ғой енді сондай оймен. Бірақ кейде өмірде біз қаламаған нәрселер шын мәнісінде бізге керісінше жақсы болып келеді екен. Керісінше бұл әнмен мен өзімді кәдімгідей жақсы жағымнан көрсеттім. Бұл әнді мен басқа интерпретацияда жасадым, өзгерттім, өзіме сай қылып. Сөйтіп енді комментарийлерді оқысам, өзіне сенімді қыз, харизмасымен алып шықты, Иә. сұлулығы да бар екен деп. Соның бәрін оқып мен шынымен де әрі қарай менде уже болады ғой. Түсіндім ғой мен қай жерде жүргенімді, және әр этаптан өткен сайын сенде бір финалға деген жету керек деген бір дәм сезіліп бастайды бар ғой. Азарт. Мен ойладым, сол дуэтте жетсек болды деген сияқты. Біз дуэт болды ғой. Батыл. Жарға жығу деп айтып Иә, сол батылға дейін жетсем болды негізі деп ойладым да. Батылдан өткеннен кейін. Мен дейтін нокауттан да өтуім керек. Нокауттан өткеннен кейін мен анан да өтуім керек. И азарт шынымен де қосыла береді. Сөйтіп финалға дейін жеттік енді. Жаңа Мейрамбек аға бұрылған қатты қалам дедіңіз, бірақ Тұрар таңдадыңыз. Неге? Ол сол жерде жаңа әңгімеңізден байқап тұрмын, өзіңіз сол моментте қабылданған шешім ба? Иә, алдын ала ойланған жоқ. Сыртта енді біз жүрген кезде бүткіл қатысушылар кімге барғылар келетіндерін уже айтып жүрді. Мен осы кісіге деп. Менен сұрайды, мен айтып тұрмын ғой, мен білген жоқпын, маған төртеуде бұрылады, мен бір өстіп. Кім бұрылады, соған барам деп ойладыңыз ба? Кім бұрылады, соған барам деп ойлағам ғой енді. Сосын сахнаға шықтым, бәрі бұрылды, таңдау жаса дейді. Аяқ асты Тұрармен дуэт айтып кеттік сол жерде. Кім сұрады? Тағы бір ән Байғали аға сұрады. Иә. Сосын Тұрарға барғаннан кейін еще Тұрар айтысын, дуэт сұрағаныңыз жақсы болды деген сияқты. Иә. Неге ол кезде Тұрардың әнін айттыңыз деген сияқты? Білмеймін, айтқым келді. Ана жерде бізде уақыт тығыз ғой. Аяқ асты ән айт деп сұрап қалған кезде, енді өзімізде уайымдап тұрасың ғой, енді ойыңа не ән келмейді, не ән айтарымды білмейсің да. Сосын негізінде ойладым, сол жерде ойлап тұрмын, бәлкім Тұрарды сахнаға шығарып, бір дуэт айтсам қалай екен деп. Сол жерде ойлап тұрдым да. Енді Атыраудың батыл қызымын деп айтқандықтан давайте шақырайын деген сияқты бір ой болды да. Сондай нәрсе болып кетті, және екеуміздің дуэтіміз өте керемет шықты. Өте керемет. Мен оны эфирден көрген кезде кәдімгідей вау деп қарадық. Коннект байқалды ғой. Иә, ана жерде өзіміз қатты бір нәрсені сезбедік та енді. Процесста көрмесін да, кейін экраннан кейін эфирде көрген кезде мүлдем бөлек болды. Сөйтіп негізі Мейрамбек ағаны таңдайым деп тұрдым да. Бәлкім Баян мен Бағым ханымға барам деп. Маған себебі көп айтатын қатысушылар, редакторлар, сен Баян мен Бағымның қызысың ғой деп, сол жаққа баруың керек деп. Сосын ойланып тұрым да. Негізінде мен ұзақ ойландым. Эфир болғандықтан оның бәрі қысқартылады ғой, енді кеседі, уақыт тығыз. Мен ұзақ ойланып тұрмын. Ана кісілер шаршап кеткен ғой. Ана бұл үшін тездетіп деп. Мейрамбек аға қоймайды, сені мен таңдайтын шығарсың, бірінші мен бұрылдым ғой деп. Сол моментте қабылдадым, себебі дуэт айтып кетті. Сосын Тұрардың өзіне деген шақыртуы басымырақ болды мен үшін сол сәтте. Сосын жас әртіс, өте керемет әртіс, өзінің бір орнын тапқан осы біздің эстрадада. Неге көрмеске дедім. Ол кісінің де маған үйретері көп шығар деп, сол сәтте негізі шешім қабылдадым. Сөйтіп бардық Тұрарға. Сәтті болды ғой, финалға дейін, гранд финалға дейін жеттіңіз ғой. Ал Тұрардың өзі қандай тәлімгер екен? Басқа тәлімгерлерді білеміз, енді бұған дейін
өздеріңкін дәлелдеп қойған тәлімгер ретінде де мықты маман ретінде Иә. де Тұрарға да бірінші тәжірибе болды ғой деймін. иә тәлімгер ретінде адам ретінде біріншіден өте қарапайым, өте жомарт, шынымен де өте жақын араласып кеттік. Бір толқында болдық. Мен Тұрарды маған вокалдық жағынан көп дүниелер үйретті деп айта алмаймын. Бірақ мен үшін, әртіс үшін одан да маңызды дүние бар. Сахнада өзіңді ұстау, сахнадағы өзіңе деген сенімділік, харизма деген нәрселер бар. Жаңағы актерский жағынан да сондай мәселелерді біз талқылайтынбыз. Мен үшін менің тәлімгерімнен үйренген ең басты дүние ол хейтті көтеру. Маған хейт көп кетті ғой енді көрмей тыңдаудан кейін. Да? Енді жақсы сөз жүрген жерде жаман сөз де қатар жүреді ғой, ілесіп бірге. Жаңағы автотюн деді. Автотюн көп қосылды бұл қызға деді. Кейін автотюн это компьютерный звук ғой. Иә. Сосын бұл қыз деген Тұрармен келісіп алып, арнайы Тұрарды көздеп келді ғой деген комментариялар өте көп болды. Жаңағы енді өздеріңіз оқыдыңыздар ғой, ғашық болып қалған деп. Сол кезде білмеймін, мен өмірімде ондай хейтті көрмегендіктен мен жыладым үйде. Сонда менің талантым қайда қалды? Менің өнерім қайда қалды? Деген сияқты сондай сұрақ мазалады. Кейін Тұрармен өзім тәлімгеріммен сөйлесе отырып, ол кісі маған сол нәрсені үйретті. Хейттің мүлде жаман нәрсе емес екенін түсіндірді ол кісі маған. Ол да жақсы екенін түсіндірді. Сол сондай сияқты нәрселерді үйретті. Біздің бүткіл дайындықта ол кісі қалмай келіп, біз үшін өзінің уақытын арнап, бізбен кәдімгідей бірге дайындалатын, уайымдайтын. Ал жобада енді жаңа айтып жатсыз ғой, асықпай біртіндеп түсіне бастадым, дәм татқаннан жеңіске жеттім деген сияқты. Жеңіске кім жетеді ау деп ойладыңыз? Өзіңіздің жеке пікіріңіз, ойыңыз қандай болды? Менің жобадағы өзімнің фаворитім, әр қатысушының өзінің бір фавориттері болады. Менің фаворитім ол Бексұлтан болды. Қазіргі біздің 4-ші финалист. Біз Бексұлтанмен бұрыннан таныспыз. Бұнан бір сахнада ән айттық. Сондай концерттерде бірге жүретінбіз. Бірақ қатты жақын араласпайтынбыз. Сәлеміміз түзу болатын. Ол да өнер академиясын бітірген болған. Иә, ол тамамдады ол кісі. Менен жасы біразға үлкен енді. Қай жылы аяқтағанын білмеймін, шыны керек. Сөйтіп, бірақ ол кісінің өнеріне мен шыны керек мен ғашықпын. Мен ол кісінің жүрегіне ғашықпын сахнадағы. Ондай әншілер менің ойымша аз негізінде. Жүрекпен айтатын әншілер біздің эстрадада. Сол себепті мен Бексұлтанның өзіне де айтатынмын. Бексұлтан, бұл жобаны негізі сен жеңуің керек деп. Себебі Бексұлтан оның алдыңғы жылдары Қазақстан дауысына қатысыпты ғой. Финалда да болыпты. Енді мен өзім қалай айтсам болады, халыққа жаңалық болдым деп санаймын өзім. Тіпті комментарияларда сөйтіп жазып жатыр да. 4 финалист салыстырсақ, Нұрай мен Бексұлтан, олар бұрыннан келе жатқан халықтың уже көздері үйренген, біраз жобаларға қатысқан. Бәрі таниды. Осы жобаның бірнеше рет қатысқан. Біз Диас екеуміз шынымен де бір жаңалық болдық қой халыққа. Сол себепті Нұрайдың да мен жеңгенін қаладым. Осы финалда тұрған кезде мен айттым, мен бұл жобаның негізі жеңгенін Бексұлтан мен Нұрайдың жеңгенін қалаймын. Өзіңізше? Білмеймін, өзім мен тіпті тәлімгеріме айттым. Тұрар, мен бір жеңіске жетуім керек деген менде мақсат жоқ дедім. Мен үшін бұл жобадан кейінгі менің не істейтінім маңызды болды мен үшін. Сол. Жобадан не аламын деген дүние ең бірінші кезекте тұрды ғой. Халыққа таныла бастадыңыз, сізді жаңа өзіңіз айтқандай жаңа әнші ретінде тани бастады. Оның үстіне сізге арнайы жаңа ән жазылды. Ол да шығармашылығыңызға қадам ғой, ары қарай дамуға деген сияқты.
мен шын айтайыншы, өзімді мен жеңімпаз сезініп жүрдім. Мен жеңдім негізі, мен ешқай жерден ұтылған жоқпын дедім. Себебі енді ешкімге ол бір жасырын нәрсе емес, ақиқат қой. Бұл жобадағы қалай айтсам болады, талқыланатын қатысушы мен болдым. Просмотр жағынан көп қатысушыда мен болдым. Және де тәлімгеріммен дуэт дегенді естіген кезде бүткіл жақтарына мен жеңілмегенімді түсіндім. Сол үшін мен қатты қуанышты болдым финалда болғаныма, осы 4 қатысушының ішінде бірінде болғаныма, тікелей эфирға өткеніме. Сондықтан шыны керек, мүлде мен қатты сездім Нұрайдың, Бексұлтанның бұл жобаны қалай жеңгісі келетінін білдім. Және іштей қаладым. Комментарийде жазады ғой, бұлар бір-біріне қарсылас деп. Біз шыны керек төртеуміз бір-бірімізге бауыр сияқты жүрдік. Бір-бірімізге уайымдап, все хорошо, бәрі жақсы, суын әкеліп, сондай болды бізде. Сондықтан шыны керек қатты қуандық. Бексұлтан алса да, енді Бексұлтан мен Нұрай екеуі жарысып келе жатты енді дауыстары бойынша. Сондықтан Нұрайдың айтқаны бар, Бексұлтан дайындал, финалда екеуміз бәсекелесеміз деп айтты. Жаңа бауыр деп отырсыз ғой. Сол бауырларыңыздың бірі Бексұлтан. Бексұлтан финалға дейін жақсы өнер көрсетіп келді, бірақ кейбір тыңдармандар, көрермендер финалда тәлімгермен айтқан әні Бексұлтанды жеңіс тұғырынан сырғытып жіберді дейді. Бұл пікірмен қаншалықты келісесіз? Негізінде бізде 3 кезең болды ғой. Тәлімгерлермен дуэт және бір жұлдызбен дуэт. Ол шешуші кезең болған жоқ. Ол бір шоу, концерттік номер сияқты болды да. Шешуші кезең біз соңында төртеуміз бір-бірден ән айттық қой, жеке-жеке. Ол біздің нағыз шешуші кезеңіміз болды ғой. Оның алдында өздеріңіз көрдіңіздер, Баян ханым мен Диас Пуэрто-Рикодағы қызға сондай бір концерттік әдемі көңіл күй көтеру. Егер де бізге айтса, біз сол әрбір этаптан қараймыз, сендердің дауыстарың десе, әрине біз бәлкім тәлімгерімізбен өте бір қиын ән алушы едік. Жаңа Қазбек ағамен дуэт айттым. Қазбек ағамен де керемет бір вокалдық ән айтушы едік негізінде. Бірақ бұл шоу, бұл концерт, сондықтан мен ойламаймын, онда тұрған ешнәрсе жоқ деймін. Және енді эфирді көрдіңіздер ғой, Мейрамбек аға да өзі бірнеше рет кешірім сұрады қателік үшін. Сондықтан ол жерде тұрған ешнәрсе жоқ деп ойлаймын. Соңғы ән шешуші болды, шешуші ән деп санайтын болып тұр ғой. Төртеуміз де себебі шешуші кезеңге вокалдық ән айттық, қиын ән айттық, сондай бір дауыс көрсететін ән айттық. Ал дуэтте жаңағы тәлімгерлермен өзде біз бір шоу, көңіл көтеру. Және де Бағым ханым айтты ғой, қаншама Қазақстан дауысын көрдім, бірақ бірде-бір рет тәлімгердің өзінің қатысушысына ән арнап жазғанын көрмеппін сияқты. Ол да бір, былай қарасаң, бір күшті. Ол шынымен ән жазып беру, жалпы әншілердің арасында біреуден жақсы ән алу, меніңше оңай нәрсе емес. Ол кім келістірді? Сіз өзіңіз сұрадыңыз ба, әлде өзінің ұсынысы болды ма Тұрардың? Кімнің идеясы? Әрине мен тәлімгерімнің өзінің ұсынысы. Жаңағы 20-сы күні жартылай финал болды ғой. Сол финалда өткеннен кейін эфир бітті. Біз сахнаның сыртында бір-бірімізді құшақтап, бәріміз құттықтап жатырмыз. Сол жерде Тұрар айтты, Дана дайындал, финалда жаңа ән айтамыз, фитпен шығамыз деді. Сол кезде мен қуанып кеттім кәдімгідей. Бақытты қыз, мен айтам ғой, ондай болады ма? Мен таңғалып тұрмын. Бізге ондай рұқсат береді ма дедім. Сосын сол кезде Тұрар айтты, Дана, бұл өмірде рұқсат береді ма деген нәрсе жоқ деді. Сен қалайсың ба, ол нәрсе істеуге болады деді. Сөйтіп уақытты қыз болды. Негізінде финал өте
ауыр болды, себебі уақытты қыз 3-4 күннен кейін уже эфир ғой енді. Үш әнде біздің бәріміздің жаңа ән ғой. Бұрын соңды енді естісек те естімесек те сөзін білмейміз. Сол уайым болды ғой. Мен үшін осы финалдағы уайымдаған әндерімнің бірі «Қимай сені барамын». Шешуші кезеңде айттым ғой. Себебі мен шыны керек бұл әнді естімеппін. Бұл ән есті ән екен. Мейрамбек ағаның әні екен. Мүлде естімеппін. Сол кісінің әні деп мен сөйтіп танып қалдым да, бір жүк болды мен үшін. Сол кісінің бір әнін орындайын деп тұрғандықтан бір қателеспесем екен, дұрыстап айтып шықсам екен, себебі ол кісілер енді әрбір сөзін, әрбір жаңағы ноталарын бәрі біліп отыр да, ана жерде қателік жасауға мүлде болмайды. Соны қорқып айтып шықтым, бірақ Мейрамбек ағаға қатты ұнады. Жоба аяқталғаннан кейін де ол кісі келіп, Дана, саған осындай әндер үйлеседі екен, осындай әндер жаз, маған қатты ұнады деген сияқты сөздерді естігеннен кейін шыны керек қатты қуанып қалдым. Мен тіпті өзімнің тәлімгеріме де айттым, дайындық болып жатқан кезде, мен екеуміздің дуэтке сасып тұрған жоқпын. Қазбек ағамен мүлде қорқып тұрған жоқпын. Мен үшін қатты уайымдап тұрғаны осы ән. Сосын ол айтты, Дана, осы уақытқа дейін сен алып шықтың деді кез келген номерді. Осында алып шығасың, уайымдама деген сияқты. Сен өзінің бір несін білдірді. Жақсы айттық. Ал қанша уақыт болды сіздердің дайындалуыңызға? 13 күні алғашқы ширек финал бітті ғой. 13 біткеннен кейін 20-сы жартылай финал. Арасында бір 5 күн. 5 күн. Бірақ 13 күні эфир біткеннен кейін 2 күннен кейін біз уже репетицияда отырамыз. 2 күннің ішінде біз келесі аптада не айтатынымызды талқылап тастау керек. Уақыт шыны керек өте тығыз, және мен ойымша енді біз кәсіби тұрғыдағы әншілер болғандықтан біз үшін бұл негізінде проблема болмау керек. 2-3 күнде, 4 күнде сөз жаттау, ән жаттау. Сондықтан мен ойымша біздің бір кәсібилығымыздың арқасында сияқты төртеумізде әндеріміздің сөздерін ұмытпай, жақсы орындап шыққанымыз. Енді ол ән ол жерде дуэт ретінде жазылды ғой. Енді дуэт ретінде солай ұсыныла ма халыққа, әлде жеке сіз айта бересіз ба ол әнді? Тұрармен, дуэт. Дуэт ретінде, Біз финалдың алдына бір 1-2 күн қалған күні студияға барып жаздық бұл әнді. Бұл ән әлі де өңделіп жатыр. Халық күтіп жатыр, қашан шығады, қашан шығады. Әлі салынбады. Енді біздің ойымызша осы қаңтар айының соңына немесе ақпан айында шығады. Құтты болсын. Рахмет көп. Ал Тұрармен демек жобадан кейін сау болыңыз деп қоштасқан жоқсыздар, әлі де байланысып жұмыс істеп жатсыздар ғой сонда? Жобадан кейін, жоба аяқталғаннан кейін біз тәлімгерімізбен қоштасқан жоқпыз. Алда екеуміздің жаңа әніміз тұр. Оған дайындалып жатырмыз. Енді қазіргі таңда менің тәлімгерім демалыста. Сол кісіні енді күтіп жүрміз. Келгеннен кейін осы әнді дұрыстап халыққа ұсынып, бір видео дейді ғой, бәлкім сондай бір видеолармен түсіріп шығарамыз деген ой бар. Және білмеймін, мен ойымша тәлімгеріммен мен қоштаспаймын. Әлі де болашақта көптеген неше түрлі жобаларда бірге өнер көрсететімізге мен сенімдімін. Сенімді қайдан? Ол сенімді қайдан? Хейт туралы айтты, пікір туралы айтты. Енді оны ол тақырыптан ауытқып кете алмаймыз ешқайда. Өйткені халық күтіп отыр, бір нүктесін өзі қойса екен деп. Көп көрермен орталарыңызда бір химияны байқадық дейді. Бұл кәсіби деңгейдегі әншілердің бір несі ме? Харизмасы деп айтамыз ба, жоқ әлде
әлде басқа бір дүниелер бар ма деген секілді. Жалпы Тұрар мен Дананың арасында қандай қарым-қатынас бар? Жұмыстан бөлек. Тұрармен қарым-қатынасымыз өте жылы. Ол кісінің маған деген сыйластығы өте жоғары деңгейде, әрқашанда қолдап жүретіні. Негізінде комментарияларда көп жазады ғой, Дана деген Тұрарды әдейі аңдып келді, Тұрарды бір көздеп келді деп. Шыны керек, мүлде ондай болған жоқ, мүлде. Мен тіпті Тұрардың өзіне де айтқам, мен сізді таңдаймын деп өзім де күткен жоқпын. Соның бәрі аяқ асты сол сахнада тұрған сәтте шешілген сәт болды. Сөйтіп дуэт айтып кеттік, өте керемет айттық, шыны керек, өзіме де қатты ұнады, Тұрарға да қатты ұнады. Және комментарияларда енді қазіргі менің өмірімдегі ең бірінші қойылатын сұрақ: Тұрар, екеулеріңіздің араларыңызда не бар? Бұл сұрақ көп қыздардың бір жүректерін мазалап жүр ғой, бәрі уайымдап жүр. Кейбіреулеріне ұнайды. Жігіттерде де. Бәлкім жігіттер. Иә, кейбіреулеріне шыны керек ұнайды. Тіпті біз үшін бір фан база, аккаунттар ашқан, суреттер салады екен. Кейбіреулеріне ұнайды, кейбір қыздары енді Қимайды. Иә. Тұрар Тәлімгерім екеуміздің арамызда достықтан жоғары бір жылы қарым-қатынас бар. Бір-бірімізді сыйлаймыз, қолдаймыз. Және ол кісінің қолдауы, маған деген сенімі мен үшін өте жақсы әсер қалдырды. Тіпті айтам ғой, хейт деген нәрселерді мен мысалға жылап қалған кездерімде ол кісіге звондағам, ең алғашқы кезеңдерде. Ол кісі бәрін түсіндірді. Сондай жанашырлықпен. Иә, жанашырлықпен. Оның маған деген ниеті бәрі өте жақсы, керемет, жылы қарым-қатынастамыз, байланыстамыз. Айтып өткенімдей, болашақта бірге жобаларда бірге боламыз. Қазірдің өзінде бізге ұсыныстар түсіп жатыр. Қызық, иә? Біздің әніміз шыққан жоқ әлі, бірақ алдағы болатын үлкен-үлкен концерттерге біз шақыртулар алып жатырмыз осы әнге. Керемет. Иә, бұйырса көп рахмет, көресіздер, көріп қалып жатарсыздар. Сол жалпы мен өзім жеке өмірімді талқылағанды қатты жақсы көрмеймін. Болашақта енді өнер жолына қадам басып келе жатырмыз ғой. Ертең атағым шықса да, жұлдыз болып, жұлдызым жанған кезде де мен өзімнің жеке өмірімді талқыламаймын. Тек қана өнер. Тек қана өнер, иә. Тіпті, иә, білем, көбісін қызықтырады. Енді шыны керек, бірақ жасыратыны жоқ. Осы соңғы нүктесіне осы сөзбен жапқым келіп тұр. Халық бәрін сезеді екен. Халық бәрін көреді. Халықты алдай алмайсың негізінде. Иә. Жақсы. Дананың ең бақытты күні? Бала кезден бастап осы уақытқа дейін мысалы болады ғой. Есте қалған. Иә, бір керемет эмоционалды бақытты болған. Мен өзімді, Аллаға шүкір, өте бақытты қызбын деп санаймын. Себебі маған бәрін берді Аллах тағала. Керемет отбасыны. Мен бауырға өте баймын. Мен ағайынға, туысқа баймын. Мен неге бақыттымын? Себебі менің балалық шағым өте бақытты өтті. Оған әрине менің біріншіден ата-анам тұр. Ата-анама мен алғысым шексіз. Осындай керемет өмірді маған сыйлағандарына. Білмеймін, жаңа сіз бақытты күн деп айтқан сәтте менің ойыма бірінші келген бейне, ол менің ауылдағы әжеммен бірге жүрген сәт. Осы ответ күтіп отырғанмын. Ауылдағы
ең жақын адам болды ең жақын ғой. адам сол болды ғой. Мен дүниеге келгеннен бастап мен әженің қолында болдым. Менің көрген адамым сол кісі болды. Білмеймін, сол бақытты күн әженің қасында. Еркелеп. Білмеймін, енді сіздер маған қарап айта аласыздар ма, ауылдың қызы деп. Мен шыны керек сиыр сауып, андай қойлар келеді ғой кезектен. Кешкі сағат 6-да соны күтіп, сондай болады ғой, ауылдың топырағына аунап, сөйтіп өскен. Мен елестетемін екен, қолда таяқ ұстап. Мен сені бір қызық шаңның арасында қой қолдап жүрген. Ол да өсуге әсер етеді ғой, баланың Иә. ойлауына, өсуіне, оның бәрі Сондай, табиғат. Тентек болып өскен ғой мен. Жыбыр-жыбыр ана жақта бір жүрем, жаңағы қойдан, кезектен қой келіп жатқан кезде, менің бір есімде қатты қалып қойған сәт, балалық шағымнан. Әжем екеуміз тұрмыз, қойларды енді жаңағы ауланы ашып қойды, қойлар кіріп жатыр ғой. Мен қарап тұрмын да, бір өзіміздің қойымыз басқа бір қоймен елесіп жатыр да. Бізге киятқан жоқ. Мен бүйтіп қарап тұрмын, анау біздің қой ғой деймін. Танып қойып тұрмын ғой өзімнің қойымды. Я, бар алып келсеші дейді. Мен жүгіріп, ойлаңыздаршы, кішкентаймын ғой, жүгіріп ана қойдың бүйтіп аяғына тартып, жүр деп, ананы сүйреп, не то что аяғыма тартып, қателеспесем, мен тіпті арқама бүйтіп салып алған сияқты, мынандай қоз ғой, кішкентай, жеңіл. Соны салып алып, әжеге алып келіп, сондай бір сәтті мен есіме түсіп кетті. Жылы тәтті бір кезеңдер ғой. Қазір мысалға мен сиырдан қорқам. Мен өзім кейде, Дана, сен ауылда қалай өстің деп өзіме кейде таң қалам. Бүгін жылағым келіп тұрған жоқ. Ол әжеңіз ғой, әжеңіз ден, мысалы, мен атам айтатын, мысалы, қандай мамандық таңдасаң да адам болып қалу маңызды деген сияқты. Мысалы, бір сондай есіңізде қалған цитата болсын, тәрбиелік мәні бар, бір өзіңізге азық болып қалған қандай сөз? Маған әжем үнемі айтып отыратын: қызым, біреудің ала жібін аттама. Осы сөзді білмеймін неге күніге айта беретін. Таңертең ұйықтап тұрсам да, түнде енді бірге ұйықтаймыз ғой, түнде жатқан кезде, қызым, біреудің ала жібін аттама, бұл өмірде болды. Басқа еш нәрсе айтпаймын саған деді, ақылды бол деді. Және мен ойлаймын, сол кісінің үлкен тәрбиелігінің арқасында мен қазіргі сәтте өмірде нық қадам басып жүрмін. Адал қадам басып жүрмін. Иә, ол үлкен адамның батасы, тілеуі деген адамның жолын ашып тұрады, баланың жолын ашып тұрады, сондай. Отбасында неше ағайындысыз? Ата-анаңыз жаныңызда ма, Атырауда ма? Енді мен айттым ғой, мен бауырға шүкір баймын деп. Біз үйде 5 баламыз. Менің ағам бар, кейін мен, сіңілім және тағы да 2 кішкентай бауырларымыз бар. Бәрі енді қазір үлкен мектепте оқиды. Кезінде мен мамам айта беретінмін: неге сен босада неге туа бересің деп, андай бір үйдің ерке қызы болып үйреніп қалғаннан кейін, үйдегі жаңа внимание, бүткіл көңілді бәрі басқа балаға ауған кезде, сен бір өзінің бір шетте қалып қойғанды сезінесің ғой, негізінде қызғаныш сезімі. Кейін өсе келе мен мамама рахмет айттым ғой, маған осындай көп бауырдың бергеніне, Алланың енді біріншіден бергеніне көп рахмет, шүкір. Кішкентай кезіңде бәлкім қиын болатын шығар, байқамайтын шығарсың, бірақ өскен кезде сен түсінесің, үйде бауырдың, ағайынның көп болғаны қандай керемет. Және тепе-теңдік дейді ғой, мен ата-анама риза болатыным, 5 балаға көңілді бірдей бере алды да. Қазір енді көп бір актуальная тема бар ғой. Средний ребенок, жаңағы уақыт бөлмейді, көңіл бөлмейді. Құдайға шүкір, бізде ондай болмапты. Мен мысалға үйдің үлкен қызымын ғой енді. Үлкен қызына қарамастан мен қатты ерке болып өстім. Қазірдің өзінде қатты еркемін. Сөйтіп әрбір бала бізде ерке. Бір үйдің еркесі. Ата-анаңыз қай салада жұмыс істейді? Ата-анам, мен енді Атыраудың қызымын. Отбасым қазір бәрі Атырауда. Жақында осы жобадан кейін барып демалып қайттық, жаңа жыл тойлап, жаңағы қонақтық бәрі енді қуанып жатыр ғой енді бұл жобаны көріп. Менің әкем хирург. Ол медицина мамандығында,
Атырау қаласында өзінің жеке клиникасы бар. Енді ол кісі мені шыны керек біраз тартқылады. Әнші болма деп. Иә, енді мен бұның бәрін кімге тастаймын дейді да, енді ертең медицина жолына кел, бәрі дайын тұр ғой енді былай қарағанда. Оқитын жеріңе бәрін түсіргізеді, жұмысың дайын тұр. Біршама енді тартқылады, бірақ мен айттым, папа, енді менің жолым бөлек, менен де басқа шүкір балаларың бар, солардың әйтеуір біреуі алар деп. Бірақ менің әкем де анам да мені өнерде қатты қолдайды. Менің ойымша қазірге менің жетіп жатқан жетістіктерім ол сол кісілердің арқасы, шыны керек. Себебі өнер жолын бәлкім қоярсың деп мүлде айтпады негізінде. Әрқашанда қолдайды. Және де менің әкем кезінде өнер жолына баруды қатты қалаған. Әншілік сол кісіден ба? Иә, сол кісіден. Менің әкем домбыра да ойнайды, баянда ойнайды, гитара да ойнайды, тартады. Әнді өте керемет айтады. Өте. Кезінде қатты армандаған, бірақ ол кездері енді ондай түсінік болмаған ғой. Не ол өнерде не бар деген сияқты. Сөйтіп марқұм атамыз жібермей қойған ғой ол кісіні. Сөйтіп ол кісінің бір орындалмай қалған арманын мен орындағым келеді. Сондықтан осы дарындылық менің әкемнен келген. Әкем жаңа қонақтықтарға барған кезде міндетті түрде мен әкем ән айтады. Ол өзі тіпті қаласа да қаламаса да қонақтар кәдімгідей шыны керек осылай жалынады ғой. Қолқа салып. Иә, айтшы деп. Сол әкемнен келген бәрі. Тіпті енді әншілігім әкемнен келген, жаңағы харизма дейді ғой. Сұлулық ол менің анамнан. Менің анам өте қылықты әйел. Сол мен енді достарым көреді ғой. Сен мамаңның прям ауымайсың дейді. Қылықтарың, сөйлегендерің мамаңнан келген екен ғой дейді. Сөйтіп енді әкемнен де анамнан да жақсы қасиеттерді алдым. Көрініп тұр. Ата-ананың махаббатына толық махаббатын алған адам бақытты және әдемі болады дейді оған. Оның үстіне қара, мысалы жаңағыдай Данаға не қылмай тұр ғой, болды бармайсың деп айтпай тұр. Әкесі тоқтау қойып отыр. Енді өзінің ойын айтып жатыр. Мысалы маған сенің осы салаға барғаның ұнайды деген сияқты, бірақ ол шешіміне қарсы шығып отқан жоқ та. Өзінің пікірін ғана білдіріп тұр, ал шешім қабылдау өзінде болып тұр ғой. И оны қолдап тұр шешімін. Қандай күшті. Ол кісілер білмейді емес, өнердің қандай ауыр жол екенін біледі ғой. Иә. Қай ата-ана өзінің баласын бір жамандық емес енді әрине бұл, бірақ қиын, шыны керек. Мен бұрын түсінбейтінмін, қыз баласына өнер жолы ауыр жол деген көп айтатын еді. Біздің әжелеріміз, үлкен кісілер, мен мән бермейтінмін. Мен қазір өнерге енді қадам басып келе жатқандықтан, қазір мен енді сезіп, сол нәрсені енді көріп жатырмын. Шынымен де өте ауыр жол. Үнемі тынбай еңбек ету. Тынбай еңбек ету керек, және әрбір қадамыңды аңдып басу керек, нық басу керек, әр сөзіңді. Күндіз түні сен жұмыста жүруің мүмкін деген сияқты, ол бала шағаң, отбасың болса. Және отбасы құруға да бұл өте қиын екен. Қиын екен демеймін, бірақ оңай емес. Оңай емес, шыны керек, иә. Және тіпті қазіргі жігіттер де айтады ғой, мен өнер жолында қызды қаламаймын. Ол шыны керек, енді ол ақиқат. Үйде отырмаймыз ғой енді. Иә. Концерттерде жүреміз, съемкаларда жүреміз. Өнер адамына тұрмысқа шықсаңызшы. Өнер және махаббат. Қайсы таңдайсыз? Өнер және махаббат, әрине өнер. Мен үшін қазіргі таңда өнер. Жаңағыдай өнер адамына тұрмысқа шықсаңыз қалай болады? Екеуіңіз екі жақты қыдырып кетсеңіздер, гастрольдетіп. Тоқтармен бейбіт бар. Иә, көп қой. Иә, сондай. Әзірамызжан болады. Мен білмеймін, ішкі сезімім қате ма, ол дұрыс па, жай ғана ой ма, бірақ мен өзіме және қасымдағы жақындарыма айтам. Мен бір ішкі сезімім бойынша менің болашақ адамым өнер адамы болатын секілді. Білмеймін, бәлкім мен қателесем. Бірақ
ішкі сезімім бойынша менің өмірлік серігім осы бір өнер жолындағы адам болатын сияқты. Өнер жолындағы адам болмаса тіптен жақсы негізінде мен үшін. Бірақ ішкі сезімім сондай болып тұр. Адам жаңа сіз айтып жатсыз ғой, мен әжемнің ән айтқанда жанымда тұрған сезем, ішкі түйсігім деген сияқты ол бар ғой. Ол шын мәнінде сондай адам өзі сезеді. Ол мен мысалы сіздің жаңағы әжем тұрған сияқты болған дегеніне сенем. Ол шынымен сондай. Оны жоққа шығара алмайды ешкім. Ол адамның ішкі сезімі, және ол алдамайды да. Көбіне дөп түсіп жатады ғой. Әрине. Бізде енді біз леп деп қойдық атын жаңа подкасттың, және біз жаңа өнерге қосылған өнер адамдары, жаңа спектакль, кино, жалпы әндер жайында солай әңгіме қозғаймыз. Бізде жаңағы сұрағымыз бар, дәстүрлі. Сіздің сүйікті спектакль, кино, әніңіз қандай? Кітабыңыз? Ұнайтын сізге? Мен спектакльге көп бардым деп айта алмаймын. Бірақ бір жүрегімде бір, қалай айтсам болады, есімде сақтап қалғаным бар. Тіпті қазір сол мүмкіндік болса, мен қайтадан соны көруші едім. Осы бір 1-2 жыл бұрын мен Абай спектаклін көргем. Абай Тоғжан. Қай неде? Театр? Атырауда. Махамбет театрында көргем. Сол мен маған қатты ұнады. Қыз жібек, Салтанат Бақаева ойнады. Өте керемет болды. Сол есімде бар. Қазір білмеймін, өкінішке орай барып жүрген жоқпын. Бірақ міндетті түрде мен ол нәрсені шыны керек, дұрыстауым керек. Себебі ол да бір демалыс қой. Демалыс, прям өзгеріп, өмірге деген көзқарасың өзгеріп келеді ғой, спектакльге барсаң. Міндетті түрде барғым келеді. Тикетонан ашсаң аншлаг. Қызық, өте бір жағынан қуанасың театрға да сондай бір аншлаг болып жатқанына. Қазір сондай тенденция жүріп отыр. Біздің студент кезде билеттер тегін беруші еді ғой. Қазір керісінше билет табу қиын, бірақ өте қиын. қуанышты жағы. Сүйікті фильм? Сүйікті фильм? Ой, көп қой. Мысалы? Мен фильм қарағанды көп жақсы көрем. Бір бос уақытым болса, фильм қосам. Бірнеше рет қайталап көрген фильміңіз? Иә, көп. Біз солай келген қонақтардан сұрап аламыз да, өзіміз барып көреміз ғой. Қандай қызық кино екен деп. Маған андай бір қысымда отыратын фильмдер болады ғой. Триллер. Да, в напряжении отырасың ғой. Триллер. Бүйтіп бір не болады, біткеннен кейін. Білмеймін, сондайларды қатты жақсы көрем. Сосын мен ужастиктарды қатты жақсы көрем. Мен үйде ешкім болмаса да өзім қосып қарай берем. Батыстың батыл қызы. Осы жерде ма? Білмеймін, андай адреналин деген нәрсені қатты жақсы көрем мен. Мен үшін прям андай вау деген фильм ол «Остров проклятых», где играл Леонардо Ди Каприо. Соңында деп отырдық қой бәріміз. Сосын нені көрдіңіз ба? Бункер. Триллер? Қызды қамап қоятын ба? Мен де сіз сияқты сондай жанрлар ұнайды ма? Триллер. Бункер. Менің әкем өте, қалай айтсам болады, кітап, тарих деген нәрселерді қатты жақсы көреді. Ол кісімен әңгіме айтсаң жалғаса береді да. Тыңдап отырасың. Білмеймін, ана мағлұматтардың бәрін қалай миға сақтауға болады, мен кейде таң қалам. Және кітап оқуды үйреткен демей қойыншы, қыстап болады ғой, қинап оқы, андай келіп тексеріп кетеді ғой, оқыватсың ба деп. Сосын мен өтіріктемін бүйтіп. Оқып жатырмын деп бар ғой. Бір күні ұсталып қалдым ғой, кітапты былай кешірсіз. Кинодағыдай болды ғой. Мен әкем мені қинап оқытады кітапты. Мен кітап оқығанды негізі қатты жақсы көрмеймін. Маған сол кітаптың лучше фильмін қараған түсініктірек болады. Сөйтіп оқытқызады, бірақ соңғы прям қинап оқытқан кітабы Өзбекәлі Жәнібек.
Иә. Мәдина майдан. Жаңадан шықты ғой, иә. Иә, мен оқығым келмей сөйтіп жүрдім да, кейін оқып, әкем екеуміз дастарханда сол кітап талқыладық қой соңында. Енді бұл сұрақ оңай, ән. Қазақи әндерді қатты жақсы көремін. Шетелдік әндерге қарағанда маған өзіміздің әндер қатты жақынырақ. Жаңа айтып өткенімдей, Мейрамбек ағаның әндері, Жұбаныш ағаның әндері, Ғазизхан ағаның әндері. Білмеймін, мен үшін Ғазизхан аға ол 21 ғасырдың шәмшісі деп айтады ғой. Білмеймін, мен үшін солай. Иә. Осы кісілерді тыңдаймын, мен қатты жақсы көремін. Вкусымыз сапады дейді екен. Да, бүткіл жағынан. Ұқсайды екен вкусымыз. Иә. Енді жылқы жылы басталып жатыр. Биылдыққа қандай жоспар? Жобадан кейін енді еш жинап, алға жоспар құрған шығарсыздар енді. Бұл жоба мен үшін трамплин дейді ғой. Трамплин болды. Үлкен өнерге, қазақтың сахнасына үлкен жол ашты маған, шыны керек. Қазірдің өзінде жобадан кейін маған көп жақсы, өте керемет, мен күтпеген ұсыныстар түсіп жатыр. Шыны керек, өте қатты қуаныштымын. Және міндетті түрде сол ұсыныстарды мен қабылдап, жақсы бір дүниелер шығарамын дегенде ниет бар. Және осы біздің қазақтың әдемі кең сахнасында мен міндетті түрде жүретін боламын. Сол сахнада мен қартаятын боламын. Менің жоспарым осындай. Бұйырса, жоспар өте көп. Өздеріңіз көрерсіздер. Бәлкім бірнеше жылдан кейін сіздерге қайтадан қонақ болып келіп, басқа әңгімені талқылайтын шығармыз. Бәлкім сол кезде айтып қала жатармыз. Естеріңізде ма деп. Жаңа туындының тұсауын кесейік осы жерде. Иә, бұйырса. Иә, келгеніңізге көп рахмет. Өнерге деген қадамыңыз сәтті болсын. Тек қана сәттілік тілейміз сізге. Көп рахмет сіздерге, көп рахмет шақыртуларыңызға. Бұл менің алғашқы подкастым. Қателік болса, енді ренжімейсіздер. Сол көп рахмет сіздерге. Біз әлі де сіздермен көптеген жобаларда бірге кезігеміз деп мен сенімді айта аламын. Достар, әңгімемізді аяқтамай тұрып, осындай керемет бізге студия ұсынған жаңа студия жігіттеріне алғыс айтамыз. Төменде Instagram парақшасын қалдырып кеттік. Егер керемет осындай әңгіме дүкен құрам десеңіздер, немесе Reels, басқа да контент түсірем дейтін болсаңыздар, жаңа студияға келіңіздер. Бізбен бірге болған, жақында ғана аяқталған The Voice Қазақстан жобасының финалисі Дана Максимова болды. Көп рахмет. Көп рахмет. Сау болыңыздар.